Қайырлы күн баршаларыңызға, екінші сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, яғни балалық шақтағы махаббат түсінігі. Бірінші сабақта өздеріңізге запросты жазып, және де өздеріңіздің осы бір бақылауларыңызды жазыңыздар деген болатынмын. Міндетті түрде айтылған сұрақтарға жауапты жазып отырыңыздар. Және де бүгін екінші сабақты әрі қарай жалғастыратын боламыз. Енді біздің осы бір балалық шақтағы махаббат түсінігіміз қандай? Не ол? Балалық шақта біз нені көріп өстік? Неге біз балалық шаққа баруымыз керекпіз? Карл Юнг менің ең сүйікті психологтарымның бірі. Яғни бұл кісі айтады, бұл психологияның атасы, Карл Юнг айтады, сенің мына балалық кезіңдегі болып жатқан 7 жасқа дейін маған баланы әкеп бер дейді. 7 жасқа дейін болды. Сол бала нені көрді? Ертең мен ол баланың уже болашағын айтам, қалай өмірді сүретіндігін. Сондықтан да біздің осы жаққа келетін болсақ, 7 жасқа дейін сен қандай тәрбиемен өстің? Негізі психологияның өзіне дәлелдеп айтқан, бала 7 жасқа дейін анасының полясында өсу керек деген ұғым бар, және де түрлі дәлелдемелерменен осы дүниені түсіндіріп айтқан. Ұл болсын, қыз болсын, яғни 7 жасқа дейін бала махаббатты кімнен алды? Кімнен алды? Мен өзім осы бір үлкен осы махаббатқа мұқтаждық, вниманияға мұқтаждық болып түрлі психологиялық терапияларда болған кезінде өте көп наставниктерде болдым. Өте көп білімдер алдым. Осы бір ішімдегі пустотаны, ішімдегі махаббатты мен осы білім арқылы толтырдым. Сол уақытта мен өзіме осы бір жауапты бірнеше жылдан кейін, қаншама жұмыстардан кейін осы дүниені біліп, анықтап, осознание, түсінік алған кезімде бұл дүниені барлығын әрбір әйел білу керек екендігін терең түсіндім. Өйткені алдыма келетін әрбір әйелдің ішкі жан айқайы, ішіндегі мені тыңдаңдаршы, естіңдерші, мен естілмей жатыр, мені ешкім естімей жатыр, маған внимание бермей жатыр деп тіпті айқайлап сөйлейтін әйелдердің өзі сыртқы вниманияны талап етеді. Не үшін? Ішкі пустотаны толтырғысы келеді. Махаббаттың жетіспеушілігі, бұның барлығы қақтан туындайды? Сонау біздің өзіміздің кейін балалық шағымда туындайды. Осы тақырыпқа орай мен сіздерге осы бірінші модульде балалық ішкі сәбимен кездесу жаңағы несін беремін, медитациясын беретін боламын, терапиялық медитацияны беретін боламын. Енді бұл нәрсенің барлығы қаяқтан туындап тұр? Біз өзіміздің қарым-қатынасымызды, сонау бір жолдасымызбен қарым-қатынасымызды, кез келген енемен, қайынәпкемен, жұмыста бастықпен, коллегамен, партнермен, клиентпен, қай жерде болса да, яғни сіздер қазір кәсіппен, бизнеспен айналысып жатырсыздар. Қазір мына әлем, қазіргі уақыт, трансферфинг реальности, Вадим Зеландтың өзі айтады, мына әлем энергетикадан тұрады. Сенің состояниеңа келеді, сенің клиентің сенің состояниеңа келеді, сенің бизнесің сенің состояниеңе қарай бағыт алады, алға қарай қадам жасайды. Яғни сенің состояниең бұл жерде өте маңызды. Сондықтан да бұл состоянияны қалыпқа келтіретін әрине біздің ішіміздегі пустотаны табу. Ал бұл ішіміздегі пустота қаяқтан туындап тұр? Сонау біздің балалық шақта қалай сен махаббатты алдың? Кім саған берді сол махаббатты? Әлде сен мүлде махаббатты алмадың ба? Сол махаббатты алу үшін мүмкін сен өте жақсы қыз болып өскен шығарсың. Мүмкін сен сол махаббатты алуың үшін сен өзіңді просто ішкі реальный өзіңді, мысалы үшін шолпан деген реальный өзіңді бір жерге көміп тастаған шығарсың. Түрлі маскалармен өзіңді жауып тастаған шығарсың. Түрлі бір жаңағы кімдерге ұнайын, мына жаққа ұнайын, анау кім Мағрипа сияқты олайын, Таңшолпан сияқты олайын, мына бизнесімді жасап алайын, үндемей ақ қояйын, қоя салайыншы, құрсыншы, сабыр деп өзіңді әбден ішіңдегі меніңді көміп тастап, мына жерде келіп, мүмкін сенің осы бір бетіңнің сырттағы тұрған маскыңды шешуге осы жерге келіп отырған боларсың. Яғни масканы шешкен кезде біздің ішіміздегі түрлі эмоциялардың барлығы шығуы әбден мүмкін. Эмоциялар шығып жатса, ешқандай да қорықпаймыз, оны балаға, байға барып бетіне шашпаймыз. Эмоцияларыңыз көтерілсе, прямо душтың астына барыңыздар да айқайлап, шыңғырып, әбден шығарып жылап алыңыздар деймін. Енді осы жерде
мен анау махаббат жайлы айтқым келіп отыр. Мен ең алғаш өзімнің, енді дәл осы жерде мен өзімді примерге айтамын. Мен, мысалы үшін, анамның өзі айтады, 8 айлығында сені садикке апарып тастағанмын дейді. Представляете, 8 айлық мен әлі жүрмеймін, мен әлі тамақты жей алмаймын. 8 айлық баланы садикке апарып тастаған. Мен осыны терапиялық барыста осы нәрсемен жұмыс жасап, проработка жасаған тұғым. Ол кезде не болады? Сен анаңның полясында болуың керексің. Тек осы беріде 3 жасқа дейін бала жаңағы декретте отыру деген нәрсені тек айтылмаған. Яғни біз сол кезде анадан алатын махаббатты, анадан алатын мейірімді, анадан алатын жылулықтың барлығын сол уақытында дер кезінде ала алмадық. Не болды? Біз ең алғаш психологияда айтады, ең алғаш бала қатты жылаған кезде, яғни қатты қорқып 3-7 секундтың өзі жеткілікті екен кішкентай балаға. Сол қатты айқайлап жылаған кезде бала не істейді? Өзін қауіпті сезінеді. Ол анасының құрсағында, анасының жанында ғана мына әлемде қауіпсізбін деп сезінеді. Ал сол уақытта сен кішкентай кезіне жаңағыдай садикке қалдырып кетті, ең бірінші баланың ең бірінші травмированный кезі сол ең алғаш садикке барған кезде, не болмаса анасы қалдырып кеткен кезде баланың ең алғаш сол кездегі несі отырады, нейрондары отырады. Яғни мына әлем қауіпті деген әлем отырады. Біздің нейронымызға қауіпті деген отырған кезде, бұл кез келген нәрсені өсе келген кезде байқасаңыздар, бір нәрседен деп шошып кетеміз, бір нәрсе болса деп шошып кетеміз. Бұл нәрсенің барлығы бізден настолько өсіп кетті уже. Осы сіз қазір 20-да, 25, 30, 40-да болсаңыз, 50-де болсаңыз, бұл нейрондардың барлығы біздің уже санамыздан өсіп кетті. Сондықтан да осы жерде қауіп деген ең алғаш нейрон сол біздің балалық шағымызда отырады екен. Енді бұл нәрсені мен сол кезде балалық кезімде осы терапия барысында жұмыс жасағанда менің сол мен деген анамның маған деген берілмей қалған махаббаты, ол кісі жұмысқа түсіп кеткен. Өздеріңіз білесіздер, совет үкіметінде сен бірден жұмысқа түсуің керексің. Папаң жұмыста, мамаң жұмыста, сен садикке апарып тастайды. Садиктен Құдайдың өзі білсін, ең алғаш сен үлкен дәретке отырған кезде баланың өзіне оның өзі травма. Ең алғаш сен тамақ жегеннің өзі қалай берді тамақты, оның өзі травма деген сияқты. Мүмкін сен аш болдың ба? Сен аш болсаң, мүмкін қазіргі уақытта сен тамақты қатты жей беріп жатсаң, сол кезде нейрон отырды ма? Яғни мен тез тойып жеп алуым керекпін деген. И дәл осындай біздің сол балалық кездегі махаббатқа мұқтаждығымыз, балалық шақтағы махаббат түсінігіміз осылай қалыптасты. Яғни қауіп деп қалыптасты. Ең алғашқы, не болмаса жаңағыдай ұру арқылы қалыптасты. Яғни мені бұл ұрып жатыр, ұрсып жатыр, значит осылай мені жақсы көріп жатыр деген түсінік қалыптасты. И осы нәрсенің барлығы сіздің не қылды? Сіздің осы бір ең алғаш махаббат түсінігі деген осылайынан қалыптасады. И осы кезде менде не болды? Яғни мен бұл махаббатты іздеп үнемі жолдасымнан сұрай бердім. Оны бейсаналы тұрғыда сұрай бердім. Не арқылы? Жертва болу арқылы, страдания болу арқылы, өзімнің сондай әлсізбін, мен ешқандай нем жоқ, мен қорқақпын деу арқылы мен осы нәрсені, махаббатты, мейірімнің барлығын сырттан іздей бердім. Мен осы бір дүниені қалай таптым? Яғни осы бір нейрондарды тапқан кезде, осы дүниелермен жұмыс жасаған кезде менің өмірімде өте көп сұрақтардың шешімі, яғни түйіндері шешілді. Бұны сіздер медитация, терапияның барысында өздеріңізден анықтап, осы нәрсенің осы түйінді шешетін боласыздар. Ең бірінші осы сабақтың мақсаты сіздерге осы дүниені көрсету. Өздеріңізді бақылаңыздар, мамаларыңыздан сұраңыздар. Сіздер 7 жасқа дейін кімнің жанында болдыңыздар. Және де мен немеренің ең үлкені болғандықтан мені әженің қолында өскенмін. И махаббат, внимание, анам айтады, сенің қалай өскенді вообще білмеймін. Білмеймін, сен 8 айында садикке бардың, одан кейін сені әжең бақты, тәтең бақты, әйтеуір өскен баламын же. И осы жерде қараңыз, бұл нәрсенің барлығы осы бір махаббатқа мұқтаждық қалып келеді әрбір баланы. Сондықтан да бұл жердегі өздеріңізді бақылаңыздар. Кім әженің қызы болды, әсіресе өте көп
өте көп қыз балдардың, әйел адамдардың іштегі махаббатқа мұқтаждығы осы бір әженің қызы болуы, жаңағыдай маманың мейіріміне, махаббатына мұқтаж болуының барлығы осы бір сенің ішкі пустотаңа алып келеді. И бұл нәрсе сенің жаныңдағы бұны жолдасың білмейді, танымайды, неге сен бүйтіп жатсың деп. Бірақ бұл нәрсенің барлығы сенің ішіңдегі болып жатқан нәрсені анықтаған кезде сен ана жолдасыңнан талап етпейсің, жаныңдағы жолдасыңнан. Қазір сенің ең басты мақсатың осы нәрсені өзіңнен анықтау, өзіңнен табу, және де бақылап таныған кезде сен не істейсің? Қазір техникалар беремін, сол техникаларменен төменде техникалар болады, сол техникалармен сен жұмыс жасауың керек болады. Ең басты дүние осыны өзіңнен анықтасаң, ананы ешқандай да кінәламаймыз. Егер де анаңызға ренішіңіз, обидаңыз болса, жай ғана қағазға жазып, оны өртеп, прямо білмеймін, өртеп тастаңыздар. Ананың бетіне бұл дәл қазіргі уақытта сіз 20, 30, 40-қа келгеніңізде еш нәрсе өзгермейді. Сіздің балалық шағыңызға сізді ешкім апарып тастай алмайды. Сіз тек қана бір нәрсені жасай аласыз, сол ренішіңізді шығарып қағаз бетіне түсіру арқылы өзіңізден шығарып тастай аласыз. Окей? Сондықтан да сіздерге тапсырма, егер де дәл қазіргі уақытта сіздердің осы эмоцияларыңыз көтеріліп, расымен де мен солай тастаған екен ғой, мен осындай зардап шегіп жүргенім осының кесірі екен ғой десеңіздер, ешкімді де кінәламаймыз, ешкім де кінәлі емес. Ол кісілер солай жасауға сол уақытта вынуждены болды. Өйткені асырау керек, бала шағасын асырау керек, жұмыс талап етіп бар, жұмысқа шық деп, жұмысқа барып жатыр. Сондықтан да бұл жерде ешкім де кінәлі емес. Ішіңіздегі сезімдерді қағаз бетіне жазасыздар дағы, соның барлығын реніштеріңізді, өкпелеріңізді өртеп тастайсыздар. Және де осы модульдің соңында сіздерге медитация берілетін болады. Сол медитацияны тыңдау арқылы өздеріңіздегі ішкі сәбилеріңізге махаббатты беретін боласыздар. Сіздерменен қоштаспаймын. Келесі сабақта кездескенше, енді махаббат деген бұл ішкі сенімдер екендігін келесі сабақта айтатын боламын. Міндетті түрде тапсырманы орындаңыздар. Келесі сабаққа дейін.